Бәріңізге сәлем достар. Бүгін сіздерге ет қосылған пирогтың рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Пирогтың қамырының рецептісі менің алдыңғы посттарымда бар. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге фарш, жуа және картоп керек. Жуа мен картопты ұсақтап турап фарштың үстіне қосамыз. Дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Қамырды шетінен бөліп алып, форманың пішініне қарай қамыр жаямыз. Формамызды жақсылап майлап аламыз. Жайылған қамырды үстіне төсеп, ортасына салмасын саламыз. Бетінен қамырдың екінші бөлігімен жауып, шеттерін қолымызбен біріктіреміз. Ауа кіру үшін ортасынан осындай кішкене ғана тесік қалдырамыз. Бетіне жұмыртқаны жағып, 180 градус қызып тұрған пеште 40-45 минут қызарғанға дейін пісіреміз. Біздің пирогымыз дайын. Наны жұмсақ болып шығады, дәмі өте керемет болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.